4-і, 13-і, 22-сі, 31 күні туған адамдар. Бұлар төрттіктер, революционерлер, жаңашылдар, новаторлар. Мына әлемдегі жаңа нәрселердің барлығын, мына әлемдегі креативный нәрселердің барлығын осы төрттіктер ойлап тапқан. Мына баршаңыз білетін ChatGPT-дің да негізін қалаған осы төрттік. Төрттік жаңа идеяларды, креативный идеяларды жүзеге асыру арқылы жаны мақсаты жүзеге асатын болады. Сондықтан мақсат бұлардың өмірлік бағдаршамы болып табылады. Эго векторы мақсатқа бағытталғандықтан миына секунд сайын миллион мақсат келіп тұрады. Бұл мақсаттар оларға космостан келеді. Сондықтан мына төрттік егер дисциплинада болмаса, тоже бұлар қай мақсатын аяқтарын білмей дал болады. Күні бойы мақсатты жазып, соған жету үшін келген. Төрт, сондықтан креативный индустрияда, жаңашылдық саласында, IT, дизайн, архитектура, маркетинг, туа біткен бұлар шешендер, ораторлар, жақсы сөйлейді, тілдер тас жарады, тас жармаса бас жарады деген дәл осы төрттіктерге арналған. Бір носы бар бұлардың тоже, тірі ашты, және сол ашты тілімен елді түйреп айтқан кезде қолынан дүниедей шығып кететін болады. Сол үшін мына өмірге беру үшін келген дейді. Өзінің кармасын, өзінің бәлесін өз тілдерінен табатын адамдар. Төрттіктердің 97% энергиясы басында тұрғандықтан энергия жоғарыдан төмен қарай түседі. Басқа адамдардан төменнен жоғары көтерілетін болса, бұларда единственный жоғарыдан төмен түседі. Мойынға дейін жетеді, денеге 3% энергия жатады. Алақанында, шабында, табанында, тағы да дененің басқа бөліктеріне 3% энергия жетеді. Сондықтан шаршамайды, сондықтан денесінің ауырғанын сезінбейді. Физикалық тұрғыда ең мықты сан осылар. Төртте жүйеге жұмыс жасауға болмайды, себебі жүйеде жұмыс жасаса, төрт түбінде денсаулығын жоғалтып тынады. Егер төртті қиратқыңыз келсе, күйреткіңіз келсе, жүйеге жұмысқа кіргізіп қойсаңыз жеткілікті. Мақсатты қойып, соған галочка қою үшін келген. Даже ол күніне мына 5 мақсатты қойса да, 5 мақсаттың 4-еуін орындап, 1-еуі орындалмай қалса ұйықтай алмайды. Бұл видеоны 4-і, 13-і, 22-сі, 31 күні туған досыңа жібер. Өзіңді терең танығың келсе, 21-ші ақпан күні менің Алматы қаласында офлайн форматта коучингім өтеді. Коучинг жайлы білу үшін дайректке сютсай сөзін қалдыр. Мен саған тегін сабақ дайындап қойдым.